Hayırlı күн оқырман. Айда мен Нұрдәулеттің тақырыбы жабылды ма? Біз білгеніміз Аруна мен Айда өзара сөйлесіп, бәрін шешкен секілді. Ал Нұрдәулеттен ешқандай хабар жоқ. Инстаграм қарасақ Айда екеуінің суреттері бәрі тұр. Айда болса бәрін кетіп, тек өзінің сурет видеолары. Әкесі Бішкекке алып кеткен бе? Айда соңғы болып жатырғанға бір пікірін қалдырған болатын. Бір күні мен өмірімнің осы қорқынышты кезеңінен өтемін. Ал қазір ең бастысы менің басымда болып жатқан нәрселерден жынды болмау, деді Айда. Бәрі жақсы болып кетсін деп тілеймін. Арадағы мәселелері шешіліп, уақыт өз орнымен қояды деп ойлаймыз. Ал кешегі қалған жазбалар өте көп. Соңғы тағы айтқан біз видео мен жазулары бар. Оқып көрейік. Бүгін күнге дейін күттім, мүмкін біз татуласамыз деп. Бірақ Нұрдәулет, қазір пауза қойып, сен өзің өмір сүре бер, деді. Мен отбасыда үзіліс сияқты нәрсені ешқашан естіген емеспін. Біз жай ғана қыз-жігіт емеспіз. Ата-анама қалай түсіндіремін? Күйім бізге үзіліс керек, сіздің үйіңізде жата тұрайын дейін бе? Содан кейін тағы да үзіліс деп кетіп қалып жүрем бе? Дәл қазір маған үйде жалғыз жүру қиын. Туыстарым келіп, қолыңа не болды? Нұрдәулет қайда десе жылап жіберемін. Сүк. Ажырасқаннан кейін мен өзімді тірі өлік тәрізді сезінемін. Ата-анам түсінеді, бірақ мен аға жеңгемнен ұяламын. Кеше ғана кетіп қайтып келді дегеннен. Ел не дейді? Ұят деп шыдап жүрген қыздар артқы өмірге кетіп, құлағы мұрыны жоқ қыздар көп. Бұл өмірде бәрі әйел көңілі болады. Алайда тіпті әйел ажырасқысы келетініне қол тигізбей. Тағдыр осылай болса, қайда қашамыз? Ол қанша уақытқа созылады? Деді Айда. Пікірлер өте көп, тіптен оқып үлгермеуге болады. Айда қолдап, Нұрдәулетті даттап жатқандар көп. Әркімнің өмірі өз қолында, сабыр дейміз. Сүйе тұра осылай жібергені де қиын. Нұрдәулетті жібермеседі, ол да қиын. Айда мен Нұрдәулеттің тақырыбы қатты резонанс әкелді. Жаны ашып жатқаны қаншама. Әрбір демесек те көп әйел баласы осындай жағдайда болып көрген. Айда болса тіптен қайта қосылғысы келгенде білдік. Тек Нұрдәулеттің пауза қояйық деген сөзін түсінбей кетіп қалғаны көрінеді. Түйіндесек, осы сөз айтылмаса, қаншама тағы шыдар еді Айда. Жалпы ортаға Аруна түсті деген болатын, бірақ олар өзара сөйлесіп, бәрін шешкен секілді. Ал Нұрдәулеттен ешқандай хабар жоқ. Қаншама жазуларды көрдік Айданың, соның біреуінде осылай деді. Осы аптада біз ажырасу туралы өтініш жазамыз. Иә, мен оны сағындым, қиналам. Өйткені мен еш нәрсеге қарамастан оны жақсы көремін. Бірақ мен бұл әрі қарай жаман болатынын білемін. Болашақта біздің балалар жарақатпен өскенін қаламаймын. Енді ең дұрыс шешім бала болмаған кезде екі жаққа да кету, деді Айда. Және де өзінің жарақаттарын видеоға салып осылай жазып кетті. Өтінемін, негативсіз, қарғыссыз, жаман хатсыз, жанжалсыз. Бізге бақыт тілеп жібергендеріңізді өтінемін, Құдай үшін. Соңғы өтінішім, деп сұраған болатын оқырмандарынан Айда. Осы тақырып әрі жақсыға ұласып кеткенін қалаймыз. Хатты қиын болса адамыңды жіберуге тура келеді. Махаббатпен қосылып, арты осылай болып жатырғаны өкінішті. Кешірім сұраса да, бәрібірде осының бәрі жүрегінде қалады. Өздеріңді сақтаңыздар, осындай қарым-қатынастан қашыңыздар. Бақытты боламын десеңіздер, ешқашан жаңадан өмір бастау кеш емес.